Қайырлы түн баршаңызға. Мына не болып жатыр? Мынандай сұрақтар түсіп жатыр. Қате жіберіп қойдым. Енді не істеймін деп та. Мен қазір бір мысал қылып көрсетейін деп, мынау менің бір табалдызымның несі. Біз біріншісінде СП төлемей жібердік та. Сосын СП-сын төлеп қайтадан жібердік, бірақ ода IBAN нөмірді жазбай жібердік. Үшіншісінде уже IBAN нөмірді де СП-сы да төленген бір солай жібердік. 3 рет жібердік та. Жаңағы біреулер айтып жатыр ғой, енді қайта жіберілмей жатыр деп. Жіберіледі, егов арқылы жіберіледі. Міне қазір көрсетейін, мынаған кіріп қараймыз. Мына 8 апрельде жіберілген да. Міне 8 апрель 2020 дейді. Енді қараңыздар, мынада СП төлемей жібердік. Енді міне бүгін жібердім, мына міне 14 апрельде. Мынада бір екіншісінде IBAN нөмірді жазбай бас жіберген ғой. Сосын мен қайттан не қылдым. Міне үшіншісі уже. Үшіншісінде де міне 14 апрель уже мынада IBAN-ды да жаздым. Барлығын дұрыстап қайтадан жібердім. Так, сол үшін қате жіберіп қойған адамдар қайтадан жіберсеңіз болады. егов арқылы. Сау болыңыздар. Менің YouTube каналыма жазылып қойыңыздар.